Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біздер қосылыстардың химиялық формуласын анықтауға арналған есептерді жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы элементтерінің белгілі массалық қатынастары бойынша заттың формуласын табу. Зат құрамының тұрақтылық заңына сүйеніп, элементтердің белгілі массалық қатынастары бойынша заттың формуласын таба аламыз. Біз сіздерге мынандай алгоритм ұсынамыз. Қосылыс құрамындағы элементтердің массалық қатынастарын массалық бөліктер қатынастары ретінде қарастыру. Элементтердің массалық бөліктерін массының өлшем бірлігі ретінде өрнектеу. Әр элементтің зат мөлшерін есептеу. Қосылыс құрамындағы әр элементтің зат мөлшері белгілі болғандықтан, элементтердің мольдық қатынастарын есептеп, қосылыстың формула бірлігі немесе құрылымдық бірлігін анықтауға болады. Енді осы алгоритмді мына есепті шығару барысында дәлелдейік. Құрамында алюминий, оттек және сутек атомдарының массалық қатынастары 9, 16, 1 болатын қышылды басуға қолданылатын заттың формуласын анықтаңыз. Ең бірінші берілгенін жазамыз. Алюминий, оттек және сутек атомдарының арасында қатынас 9, 16, 1. Енді мына сандарды біздер массалық бөліктер қатынастары ретінде жазамыз. 9 массалық бөлігі алюминий атомдары, 16 массалық бөлігі оттек атомдары, 1 массалық бөлігі сутек атомдары. Келесі қадамда біз мына массалық бөліктерді массаның өлшем бірлігі ретінде жазамыз. 9 массалық бөлік алюминий, біз оны 9 грамм алюминий деп өрнектейміз. 16 грамм оттек және 1 грамм сутек атомдары бар екен. Енді әр элементтің қосылыста массалары белгілі болғандықтан, біз олардың зат мөлшерлерін есептей аламыз. Мысалы, алюминийдің зат мөлшері ню алюминий табу үшін алюминийдің массасы 9 грамм, бөлеміз оның молярлық массасына 27 грамм моль. Нәтижесінде 0,10-3,333 моль шығады. Тап осылай оттектің және сутектің зат мөлшерлерін табуға болады. Олар 1 мольге тең болып шығады. Енді қосылыс құрамындағы әр элементтің зат мөлшері белгілі. Біз осы элементтердің арасындағы мольдық қатынастарды жазып шығамыз. Мольдық қатынастар олардың зат мөлшерлерінің қатынастарына тең болады. 0,3333, 1 және 1. Бұл алюминий, оттек және сутек атомдардың арасындағы қатынас. Енді бөлшек санды бүтін сандарға айналдыру үшін біздер ең кіші санды таңдап оған бөлеміз. Нәтижесінде 1, 3, 3 деген қатынас шығады. Осыдан қосылыстың формула бірлігі немесе құрылымдық бірлігін анықтаймыз. Алюминий O3 H3 немесе алюминий OH3 еселенген. Бұл алюминий гидроксидінің формула бірлігі. Келесі есепті шығарып көрейік. Құрамында көміртек, сутек, кальций және оттек атомдарының массалық қатынастары 72, 11, 20, 112 болатын гипокальциемия, кальций тапшылығы кезінде минерал қосымшасы ретінде қолданылатын заттың формуласын анықтаңыз. Ұсынылған алгоритммен пайдаланамыз. Басында біздер есептің шартындағы берілгенін жазамыз. Енді мына массалық қатынастарды біз массалық бөліктер қатынастары ретінде қарастырайық. Келесі қадамда элементтердің массалық бөліктерін массаның өлшем бірлігі ретінде өрнектейміз. 72 массалық бөлік көміртек атомдары, ол 72 грамм. Сутегіміз 11 грамм. Кальций 20 грамм. Оттек 112 грамм. Енді біз зат мөлшерін есептеп шығайық. Көміртектің зат мөлшерін табу үшін 72 граммды бөлеміз 12 грамм мольға.
6 моль деген сан шығады. Сутектің зат мөлшері 11 мольға тең болады. Кальцийдің зат мөлшерін табу үшін біз 20 граммды бөлеміз 40 грамм мольға. 0,5 моль. Және оттектің зат мөлшері 112 граммды бөлеміз 16 грамм мольға. 7 моль. Келесі сатыда элементтердің зат мөлшері белгілі болғандықтан, біз заттың формуласын анықтай аламыз. Ол үшін біздер элементтердің зат мөлшерлерін жазып шығайық. Кальцийдің зат мөлшері 6 моль, сутектің зат мөлшері 11 моль, кальцийдің зат мөлшері 0,5 моль, оттектің зат мөлшері 7 моль. Белгісіз заттың формуласын біздер былай белгілей аламыз. С, А, H, B, кальций, D и O, C'ді осылай белгілейміз. Енді қатынас табайық. А, Б, Д, С, ол ню көміртек, ню сутек, ню кальций, ню оттек қатынастарына тең болады. Немесе ол 16, 11, 0,5 және 7. Енді бүтін санға айналдырайық. Ол үшін біз ең кіші санға бөлеміз. Ең кіші сан 0,5. 6-ны бөлеміз 0,5-ке. 11-ді бөлеміз 0,5-ке. Қалған сандарды бөліп шығайық. Нәтижесінде біздер мынандай қатынасқа ие боламыз. 12, 22, 1 және 14. А бізде көміртек 12, Б сутегіміз 22, Д кальцийіміз 1 және С ол бізде оттек 14. Немесе мынандай формула шығады. С6, H11, O7, 2 еселенген кальций. Бұл кальций глюконаты. Ал келесі есепті балалар сіздер өздеріңіз шығара аласыңдар. Сонымен бүгін біздер заттың құрамындағы элементтердің массалық қатынастары белгілі болған кезде заттың формуласын қалай анықтау керек екенін таныстық.